Ассалаумағалейкум Қазақстан. Кітаптар әлеміне саяхаттап бірге дамиық. Біз бүгін Шерхан Мұртазаның Дәрігердің үшінші қаруы атты шығармасына тоқталамыз. Бұл шағын ғана оқиға болғанымен бүкіл адамзатқа бір месседж, посыл, яғни үндеу бар ғой, сондай жасайды. Бұл дәрігерлерге де бағытталған, енді үшінші қаруы дегендіктен, бірақ одан да бөлек екі тарапқа бағытталады. Соңына дейін тыңдаңыздар, мен сіздерге қысқаша мағынасын айтып берем, және де қолдануға болатындай қорытындылар жасаймыз. Себебі қанша кітап оқысаң да, 10 диплом болса да, оны іске асырмасаң, оның пайдасы шамалы. Ал сіздер болса өз кезектерінде видеоны лайкпен, комментпен қолдап отырыңыздар. Біз бастаймыз. Сонымен оқиға былай болды. Автор 3 күннен бері әуежайда өз ұшағын күтуде еді. Себебі қыс мезгілі, боран, ұшақтар ешқайда ұша алмайды, мүмкін емес. Автор құр отырмайды, айналасын бақылап отырады. Соның ішінде көзілдірік таққан бір жігіт ерекше көзге түседі. Ол біресе кассаға барып, біресе терезеге барып, мазасызданып жүреді. Яғни асыға күтуде болады. Бір кезде автор енді өзін айтпайды, бірақ сол Шерхан Мұртазаның өзі болса керек. Жаңағы жігітке айтады: неге сонша сабырсыздандың? Боранда басылар, ұшағыңда келер, керек жеріңе жетерсің деп айтады да. Сөйтсе, туысқан, мен асығатын себеп бар дейді. Ақыры уақытымыз көп екен, онда сізге оқиғаны мән жайды айтып берейін дейді. Сөйтеді да жігіт айта бастайды. Ол дәрігер жігіт екен. Алматыда жаңа институтын бітіргеннен кейін Көктоғай деген аудандық жерге дәрігер болып барады. Бірінші күнін сипаттап отыр. Бірінші күн дәрігер ретінде ауруханамен танысу, аурулардың саған үмітпен қараған көздері, яғни өте қиын болды дейді. Бірінші күн, яғни қыл көпірмен өткен секілді болды дейді. Және де сол бірінші күні 4-ші палатаға кірген кезде 5 адам жатыр екен. Соның ортасындағы бір әйел көзі жарқ етіп қарайды да, бірден солып қалады. Және сол ерекше өзі көзіне түседі, есінде қалады. Басты дәрігердің айтуы бойынша, ол 1 жылдан астам уақыт жатыр екен. Қаншама керекті ем-домның бәрі қолданылса да, полиартрит деген, яғни буындардың ауруы болса керек, соның себебінен қанша әдіс тәсіл қолданса да, жағдай жақсармайды, үміт аз дейді. Бала қапаланып қалады, яғни үміт аз деген қалай сонда, бұл не күтіп жатыр сонда деген секілді. Бұған бір нәрсе жасауға бола ма? Әттең университетте оқыған нәрселерім қайда, профессорлерім қайдасыңдар, қазір керек болып тұрсыңдар деген сияқты бағанаған көмектескісі келеді. Сөйтіп бұл айтады да, бірінші күннің қиындығын айтып жатыр да, яғни әттең кезінде институтта оқып жүрген кезімізде сессия, емтихандарға ары бері жүгіріп жүрген кезде қашан осы бітеді екен, қашан осы бітіп дипломымызды алады екенбіз деп аңсаушы едік дейді. Сөйтсек, нағыз сын-сынақ кездері енді басталыпты ғой, кезіндегі нағыз бақытты күндер екен ғой деген сияқты есіне алып жатады да. Шынымен де осы жерден де бір қорытынды жасап өтсек болады. Оқушы болып жүрген адам қашан мектеп бітіріп университетте оқысам деп армандайды. Университетте жүрген адам қашан бітіріп жұмыс жасаймын дейді. Жұмыстағы адам қашан айлығым көтеріледі, қашан өсемін деп күтіп жүреді. Немесе қашан аман есен пенсияға шығамын деп күтіп жатады. Сөйтіп жүрген кезде уақыттың бәрі қалай өткенін байқамай қаламыз да. Яғни не өзімізге, не қоғамға бір пайдалы, дұрыс нәрселер, маңызды, мәнді нәрселер жасай алмай, уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қаламыз. Сондықтан да қазір кім болсаңыз да, оқушы, студент, жұмыскер, зейнеткер болсаңыз, кім болсаңыз да, дәл осы уақытыңызды барынша нәтижелі, тиімді, мәнді, мағыналы пайдалануға тырысуымыз керек екен да. Бұл бірінші қорытынды. Ары қарай кеттік. Сөйтіп, дәрігер айтып жатыр. Қалай көмектессем болады, жаңағы Сырға деген әйелге қалай көмектессем болады деп ойланып жүреді. Сөйтіп, бір күні қараса, оның койкасы, яғни төсегі алыс жерде, терезеден алыста екен, яғни күн сәулесі түспейді. О, бірінші идея. Күн сәулесі сізге өте пайдалы деп терезенің алдына жатқызады. Сырға деген жаңағы 21-22 жасар әйел екен. Сөйтіп, аспанға қарап, күнге қарап, бір қуанып қалады да. Даланда сағын қалыппын, ағаштың ұшында отқан құстарды көрдім, оларда сағын қалыппын дейді да. Сонымен бұл уже
бір былайша айтқанда бір вниманиясы болады да, соның өзіне мәз болып қалады жаңағы сырға. Сөйтіп жүрген кезде бір медбике ханым айтып қалады, бұл сырғаның ауруының үстіне қосылған ауруы бар тағы да дейді. Оның біз секілді жас 21-22 жастағы жас келіншек жақында ғана негізі үйленген, бірақ артынша осындай ауруға шалдығып, күйеуі әкеп тастаған, сол бойынша жоқ келмейді екен да. Сол кезде барып әшім дәрігер түсінеді, неліктен есік ашылған сайын ол жарқ етіп бір нәрсе үміттеніп қарайды да, қайттан сөніп қалатынын сол кезде түсінеді. 5 адам жатады, қанша адам кіріп шығады, соның әрқайсысында үмітпен өзінің адамы келді ме екен деп іздеп қарап күтіп жатады екен. Аурудың жаны жаралы дей ме әрқашан, сондай сөз бар ғой. Сол сияқты үмітпен күтіп жатады екен. Ал ол болса, Сейсен деген күйеу болса, сол бойы 1 жыл бойы келмеген екен. Қандай өкінішті жағдай. Сонымен жаңағы жас жігіт, жалындап тұрған жас жігіт, жас дәрігер ары қарай не көмек көрсете алады екенмін деп ойланумен болады. Бір күні терезеден бір әуеннің дауысы шығады. Яғни қыз соған елең ете қалады да. Оны да ескеріп бірден бөлмелеріне радио орнатып, наушник беріп қояды. Яғни өзіне не ұнайды, не керек, соны тыңдап жатсын деп. Сол арқылы бір күні келсе айтады, дәрігер, мен әлде болса бір нәрсе сезіне алады екенмін, мен армандай алады екенмін, менде әлі сондай бүкіл сезімдерім өшіп қалды ма, өліп қалды ма деп жүрсем, менде әлі бар екен деп қуанышын білдіріп жатады да. Мен мынау қара шыбындарға дейін жақсы көрем дейді. Сырға айтып жатыр да. Неге десе, бұл қара шыбындар мен бетімне бітіп қонып, бетімді аймалаған кезде денем түршігеді дейді. Мынау қолым әрең де болса қимылдайды соны ұшыруға дейді. Сол кезде мен өзімнің тірі екенімді әлде болса сезінем, сондықтан да мен сол қара шыбындарды жақсы көремін дейді. Сол кезде дәрігер терезеге қарап ойланып қалады. Далада жел тұрып тұр екен да. Сирен ағашы желмен былай тұрса, былай тұрса, былай ұшып, майысып, бірақ қайттан орнына келіп тұрған сирен ағашын көреді да, соны сырғаға теңейді, сөйтіп мәз болып терезеге қарап тұрады да. Мынау сырға да мынау сирен ағашы сияқты өмір былай, өмірде ары-бері шайқатылғанымен берілмей арпалысып жатыр деп, сондай бір өзінше бір қорытынды жасайды. Сонымен бір күні әңгіме болады, қандай бұған не істеуге болады деген кезде, уайымдамаңыз, бұның да емі бар, кезінде соқыр ішек, шешек, туберкулездің бәрінен де адам қырыла берген, емі табылды, бұның да емі бар деп айтып қалады да. Бар болса қайда, оны неге маған қолданбайды дейді. Сол кезде жаңа дәрігер уәдесін береді, мен бұны командировка алып, қалай да болса тауып келем деп уәде береді екен. Сөйтіп ол негізі ол айтқаны газеттен оқып қалған ғана бір хабар ғана екен да. Бір Ефимов деген профессор полиартритке қарсы жаңа антибиотик ойлап тауыпты деген, әлі аптекаларға шықпаған да екен. Бірақ сонда да қызға уәде бергендіктен сол жолға шыққан екен. Анау әуежайда жаңағы автормен кездескен кезде сол сапарынан қайтып келе жатқан кез екен. Сосын автор енді қызығып кетіп сұрайды, не істедің енді, дәріңді таптың ба дейді. Сөйтсе ол айтады, иә таптым дейді. Сондықтан да мен асығып жатырмын. Мен әр сағат, әр минут мені асыға күтіп жатқан адам бар дейді. Сол кезде автордың ойына Ибн Синаның мына бір сөзі есіне түседі. Дәрігердің, яғни Ибн Сина медицинаның негізін қалаушы. Дәрігердің 3 қаруы бар деп айтыпты. Біріншісі пышақ, екіншісі шөп, үшіншісі сөз. Яғни пышақ дегеніміз, яғни операция жасайтын пышақты айтса болады. Шөп дегеніміз, яғни кез келген дәрінің негізі сол шөптерден жасалады. Сөз дегеніміз, яғни дәрігердің шын мейіріммен, шын жанашырлықпен айтылған сөздері бағанағы алғашқы екеуінен де кем емес болып табылады екен. Мысалға айтатын болсақ, біз кейде барамыз ғой, ауруханаға ешкім жетіскеннен бармайды, өзің бала-шағаң, әке-шешеңмен барасың, бірақ кейде болады, кіргеннен бастап шыққанша ұрыс өсіп шығасың да. Яғни дәрігерлер өзінің 3-ші қаруын керісінше қолданып жатады да. Ана жақтан түңіліп келесің да. Ал енді бір жақсы мысал айтып өтейін. Бір жолы
оқу барысымен Прагада жүрмін. Сол кезде бір ауырғаннан ішім ауырды, басым ауырып, мазам кетті да. Сөйтем да тугис картадан қараймын да ауруханаға тартам. Менің страховкамда жарамай, жазылмаған, тіркелмеген ештеңе істемедім. Барамда бір хирургты табам да кіріп барам. Бір әйел кісі екен. Бір сұрағым бар еді деймін. Айта қой дейді. Осындай жағдай болып тұр. Менің ішім ауырады, басым ауырады, мазам кетті, не істесем болады дейді. Ол бүйтіп қарап береді да айтады: сен страховкаң бұл жаққа жарамайды екен, сақтандыруың жарамайды екен. Бұл негізінде түк қауіпті нәрсе емес. Еш уайымдама. Бұны еліңе барғаннан кейін асықпай жасап алсаң болады. Мына жақта жасасаң өте қымбатқа түсіп кетесің деді. Сөйтіп мен ана жерден шыққан кезде маған операция жасаған жоқ, маған дәрі берген жоқ. Мен жай ғана сол дәрігердің, мен кіммін мысалы ол жерде, бір шеттен келген бір азиат иммигрантпын ғой. Маған сондай жылы сөз айтқандықтан мен сау болып шықтым. Ішімде қойды, басында қоя салды да мысалға. Міне бұл дәрігердің үшінші қаруын қолданудың бір жақсы мысалына жатқызуға болады. Сонымен достар, оқиға шамамен осылай болды. Мағынасы осында. Енді теорияға бұл. Теориядан енді іске көшейік. Не істеуге болады? Автордың айтқысы келген үш нәрсесі. Бірінші, яғни тікелей дәрігерлерге қатысты. Яғни өздерінің осындай үшінші қаруы бар екенін білсе, оны бәрі біледі деп ойлаймын. Енді бірақ мәселе соны қолданса екен. Шынымен қолданса екен десеңіз, осы шығарманы интернеттен тауып, болмаса осы видеоны дәрігерлерге, болмаса дәрігерлікке оқып жатқан кісілерге жіберсеңіздер болады да. Яғни екінші нәрсе, сол сырғаның күйеулеріне арналады. Яғни сырғаның күйеулері дегенне ауруханаға бармай кетті ғой, сесен күйеуі. Сол секілді күйеулер деп, оны барлығымызды алсақ болады да. Мысалы біздің туған туысымыз, көрші қолаңымыз, дос жаранымыз ауырып жатуы мүмкін, ауруханада болуы мүмкін. Біз солардың бір хабарлассақ, жазсақ, соларға көңіл сұрап барсақ, қандай тамаша болады, иә? Бұны негізі Еуропа, Америкадан зерттемейтін нәрсе жоқ қой. Зерттеу жасаған екен, кімнің артынан, больницада жатқан адам кімнің артынан көп келіп тұрады, сол кезде сол ауру тезірек жазылады екен. Себебі қуаныш сезімі болады, иммунитеті көтеріледі екен да, ауруды тез жеңіп шығады екен да. Бұл ғылыми түрде солай дәлелденген екен. Ал біздің ислам дінімізде не айтады? Кім аурудың жағдайын сұраса, оған періштелердің өзі дұға жасайды дейді. Сондықтан да бұл екінші нәрсе. Дәл қазір осы жерден видеоны өшіріп қойсаңыз да болады, пауза қойып қойсаңыз да болады. Ойланып қараңыз, кім больницада жатыр, ауруханада жатыр, кім ауырып жатыр, соған бір хабарласып, бір жазып қойыңыз, мәз болып қалсын. Сауап жинап алыңыз. Және де үшінші қорытынды ол сырғаның өзіне арналады. Яғни сырғаның рөлінде әрқайсымыз болып қалуымыз мүмкін да. Ауырған кезде, басқа да қиындықтарға тап болған кезде біз де дәл сол сырға сияқты болып қаламыз. Яғни сырға айтып бір ішінде айтады да, мен әлде болса, бір жылдан асса да, мен әлде болса берілмей жатуым себебі менде бір үміт бар, арман бар деп айтады да. Яғни үмітсіз шайтан дейді. Бір Алла тағала айтады ғой, енді уақытың келсе енді ештеңеге амал жоқ, бірақ өліммен, кәріліктен басқа нәрсеге ем табуға болады дегенде айтылады ғой. Сондықтан да қандай сынақ келсе де Алладан үмітімізді етіп, әрекетімізді жасап, қандай сынақ болса да соны лайықты түрде қарсы алуға дайын болуымыз керек екен. Міне осындай достар. Тек қана теорияны біліп қана қоймай, іс жүзінде қолданайық. Видео ұнаса, қолдап отырыңыздар. Осылай дамып, адам болып кетерміз әйтеуір. Көріскенше күн жақсы.